Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай екі түрлі түсті әдемі мини пончиктер әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге қажет 3 жұмыртқа, 250 грамм ұн, 200 грамм қант, ванилин және де 200 грамм ерітілген сары май немесе маргарин. Ең алдымен 3 жұмыртқаны осылай венчикпен немесе миксермен араластырып аламыз. Одан кейін осында қантты қосамыз. Қанты ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Ванилинді қосамыз. Менде 1 грамм ванилин. Жарты шай қасық содамызды қосамыз. Одан кейін ерітілген сары майымызды немесе маргаринді қосамыз. Менде щедрое лето маргарині. Жақсылап араластырамыз. Ең соңында ұнды қосамыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Түйіршіктер болмау керек. Осылай қатты сұйық емес, қатты қою емес масса шығады. Мен жартысына какао қостым, жартысын ақ күйінде қалдырдым. Және де арнайы пешімізді қыздырып алып, жартысына какао қосылған массаны, жартысына ақ қамырымызды осылай салып аламыз. Бетін жауып пісіріп аламыз. Бізде осындай пончиктер дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұмсақ, дәмді болып шығады.